Саламатсыздар, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен сілтеу есімдіктермен танысатын боламыз. Ол бізде this, that, these және those. Мен сіздерге түсінікті формада түсіндіруге тырысамын. Көп жағдайда адамдар бұл төртеуінен шатасып жатады. Енді бірінші сіздермен жұмыс жасайтын ол бізде this. This яғни жақында тұрған және жекеше тұрған затқа қолданылады. Яғни жекеше, singular және жақында тұрған, near. Мысал алатын болсақ, бұл алма. This is an apple. This is an apple, бұл алма. Жақында тұр, мен қолыма ұстап көрсете аламын, сондықтан this is an apple. Немесе бұл қалам. This is a pen. This is a pen. Келесі сұрақ қояйық. Мысалы, қалай сұрақ қоямыз? Бұл не? Мен айтам, what's this? Бұл не? Жауап береміз. Бұл қалам. It's a pen. Немесе тағы бір сұрақ. What's this? Мен айтам, бұл ноутбук. It's a laptop. Яғни жақында тұрғандықтан мен this деп сұраймын. Енді келесі that-қа тоқтала кетейік. That ол бізде алыста тұрған. Келесі that-қа тоқталайық. That ол бізде бұл да жекеше түрде қолданылады. Бірақ алыста тұрған затқа айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, анау не? Анау, мысалы, орындық дейтін болсақ, that's a chair. Яғни, анау орындық. Тағы да бір мысал, анау тақта. That's a board. Яғни, жекеше түрде, бірақ сізден алыста тұрған жағдайда біз қолданамыз that's a chair, немесе that's a board. Келесі сұрақ қояйық. Алыста тұрған what's that? Яғни, біз this-ті уже that-қа айналдырамыз. What's that? Анау не? Мен айтам, ол қолшатыр. It's an umbrella. It's an umbrella. Тағы да бір сұрақ. Анау не? What's that? Мен айтам, ол сурет. It's a picture. It's a picture. Ол сурет. Яғни, жекеше түрде, жақында және алыста тұрғанда біз сөйлемді осылай құрастырамыз. This және that. Енді келесі осы екеуінің көпше түрде алыста және жақында тұрған формасымен танысайық. Сонымен жалғастырайық. Ол бізде this. This дегеніміз жақында көпше түрде және жақында тұрған затты айтқан кезде қолданылады. Мысалы, мен айтам, бұл кілттер. These are keys. Яғни, мен жақында тұр, қолымда ұстап тұрмын. Келесі, мысалы, бұл сағаттар. These are watches. These are watches. Бұл сағаттар, көпше түрде. Енді сұрақ қояйық. Сұрақ қалай қоямыз? What are these? Яғни, мынау нелер? Дословно. They are books. They are books. Тағы да бір мысалға келетін болса. What are these? Мынау нелер? Жауап береміз, олар мысықтар. Бұлар they are pets. They are pets.
осылай, бірақ алыста тұрған көпше сілтеу есімді келейік. Ол бізде those, plural көпше түрде, бірақ та алыста тұрған затты айтқан кезде қолданылады far. Мысалы, анау тұрған есіктер. Those are doors. Немесе терезелер. Those are windows. Those are windows. Енді сұрақ қойып, what are those? Анау тұрған нелер, мысалы. Немесе анау тұрған не дейді қазақ тілінде негізі. What are those? Біз жауап береміз. Олар ілгіштер. They are pegs. Тағы да бір мысал. What are those? Олар иттер. They are dogs. Яғни көпше түрде осылай жасалады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Әдеттегіндей мен сіздерге тапсырма қалдырып кетемін. Тапсырманы комментарийға қалдырсаңыздар болады жауабын, немесе өздеріңіз жазып жаттығуларыңызға болады. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай, мына сіздерге қысқаша тапсырма. 4-ақ сөйлемнен тұрады, суретке мұқият қарап, тапсырманы орындап шықсаңыздар болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.